Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге жаздық жеңіл салаттың рецептісін ұсынатын боламын. Ең алдымен капустамызды ұсақтап турап, оған майонезімізді қосып, жақсылап қолымызбен езіп аламыз. Сол кезде біздің капусталарымыз жұмсарып, жақсы бабына келеді. Одан кейін барлық біздің көкөністерімізді ұсақтап соломка тәріздес етіп тураймыз. Видеодағыдай қияр, редька және де қызанағымызды қосамыз. Жақсылап араластырып, үстіне аздап көкшөбімізді қосамыз, петрушкамызды. Дәміне қарай тұз себесіздер. Сонымен біздің салатымыз дайын. Өте оңай, бар болғаны 15 минут уақыттарыңызды алады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Фариза Тілеулес.